Жігіттер қалайсыңдар? Жігіттер кеше көкпарда, Талғат Айдардың көкпарында төреші болған мен Құдірет болды есім. Жігіттер андай алып қашпай әңгімелер болып отыр екен. Толиктікін санамай қойды, ананыкін санайды деп. Біреудің атынан сөйледі, біреу айтты оған болдырмайды деп. Ондай болған жоқ жігіттер. Жігіттер қараңғы болды біріншіден. Одан кейін Толик тастады әнерді. Толик тастағаннан кейін мен болдырдым, болды деп. Одан кейін ел шулап кетті. Елді болмады деп, 1 метр жетпей жатыр деп. Талғат Айдар көкпар берген, Талғат Айдардың өзі келді қасымызға, 1 метр жетпей жатыр екен ғой. Неғып көдей болдырып жатсыңдар деп. Содан кейін болмайды бұл, салым есептелмейді деп айтты Талғат Айдардың өзі. Одан кейін мен есептеген жоқпын. Онда болмаса болмайды деп айттым. Содан кейін ананың сөзі мынандай болды, мынаның сөзі андай болды деген әңгіме жігіттер ондай қойыңдар. Ол біз біреудің аттан сөйлеген жоқпыз, той әділдік болсын деп қана сөйледік біз өйде. Тойдың иесі болмайды дегеннен кейін мен болмайды деп айттым. Сол жігіттер сол жағынан дұрыс жағы. Толикқа Талғат Айдардың өзі риза қылам деп айтты, Алла қаласа. Сол кеше Талғатпен де сөйлестік, Талғат Айдармен. Толикті риза қылам деп. Біз оны Толикті палуан ретінде сыйлаймыз өзіміз. Оны біз Толикке 1 грамм күмән жоқ қой. Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Әр палуандарымыз сондай болсын. Өсіп жатқан ұрпақтарымыз сондай болсын. Толиктің тақымы деген тас тақымы. Толик ешқашан бір шақтақта келіп дауласқан жігіт емес. Ол салмаған болса ол келмейді ешқашан. Дұрыс. Керемет, ол жағында күмән жоқ. Толик ол. Мен Өзбекстанда мен атыммен де ақырын алдым, 2 тойдың ақырын алдым салған. 2 күндік той еді. 2-ші күнгі ақырында жүгенсіз кеп салған. Дәңгел мәреге тастаған. Толик. Жүген кезі жоқ Толикке. Жүгенізде шабады. Жайдақта шабады. Ассалаумағалейкум, көкпар сүйер қауым, ұлттық спорттың жанашырлары. Мен жетісі күні Алматы қаласында өткен Талғат Айдардың көкпарында өзім болдым. Осы көкпар бойынша айтып кетейін. Мына төрешенің істеген қылығы бойынша Өгізөлдіде автокөлік аталған болатын. Соны Толик таза тақымменен білектің күшіменен апарады. Мерейдің ішіне төреші тастайды. Сонымен Толик шантаққа қарай шауып кетеді салымын алуға. Сол жерде видеоны қарап шықты. Қызыл спортивкідегі бір жігіт барады. Сөйтетті жалау қайтадан шайқатылады да болмайды деп айтады. Енді бұл жерде мынандай мәселе болып тұр. Толиктің салымы адал, сондықтан сол күнгі Өгізөлдінің белбеуін қайтарсын. Оның үстіне жаңағы төрешіге 1 айға красный берілу керек. Жаңа видео обращениесін көрдім. Ол видео обращениеге мен мүлде. Бұл жерде екінші мәселе сол күні көкпарда мынау өздеріңізге білесіздер, депутат болып сайланған, мынау Сарыағаш ауданының Шаңғышқылы Ғалымжан, депутат Шаңғышқылы Ғалымжан. Сол күні көкпарда жас балдарды баспен ұрып жүр. Оның видеосы да бар, бәрі дәлелденді. Енді ол жерде қасында 10 шақты бала жүр. Оған ешкім жолай алмайды, ешкім ештеңке істей алмайды. Ол күні көкпарда кәдімгідей әділетсіздік болды. Қолдарын ұрып атыр, шынтақпенен ұрып атыр. Оның бәрін көрдік. Шаңғышқылы Ғалымжанның не істегенін. Осы жерде мен айтамын, мынау Қазақстан Республикасының заң бәрімізге бірдей. Осы жерде көкпар федерациясы құрылған. Қазақстан Республикасының заңына байланысты мынау көкпар федерация құрылған. Оның басшысы Ғани Дирманов мырзаға айтарым. Ассаламағалейкум, құрметті атбегі палуандар, көкпар сүйер қауым. Кешегі Алматыда өткен көкпарда Қарасай ауданының бас төрешісі ретінде кешірім өтінемін. Және де бұндай қателіктер қайталанбайды деп, әркімнің еңбегі шынымен бағаланады деп сенемін, және де адал өтеді деп уәде етемін.
пожалуйста. Звук микрофона. Бересте. Jigitlar bo'ldi. Kelishib sanolmaydi dedi. Var tartlasaydı.